Саламатсыздар ма, құрметті құқықтану білім беру бағдарламасының білім алушылары. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы жұмыс уақыты және демалыс уақыты. Қарастырылатын сұрақтар. Бірінші, жұмыс уақытының түсінігі және оның белгілері. Екінші, жұмыс уақытының түрлері. Үшінші, демалыс уақытының түсінігі және түрлері. Және төртінші сұрағымыз арнайы демалыстар. Қазіргі еңбек қатынастары жүйесінде жұмыс уақыты мен демалыс уақытының дұрыс ұйымдастырылуы ерекше маңызға ие. Бұл ұғымдар тек еңбек тәртібін белгілеу құралы ғана емес, сонымен қатар жұмыскердің денсаулығын сақтау, еңбекке қабілеттілігін арттыру және әлеуметтік әділеттілікті қамтамасыз етудің маңызды кепілі болып табылады. Сондықтан, жұмыс уақыты мен демалыс уақыты еңбек құқығының негізгі институттарының бірі ретінде Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасында жан-жақты реттеледі. Осы дәріс барысында біз жұмыс уақыты мен демалыс уақытының ұғымын, олардың түрлерін, ұзақтығын және еңбек қатынастарындағы құқықтық маңызын қарастыратын боламыз. Жұмыс уақыты бұл қызметкер еңбек шартына сәйкес өзінің еңбек міндеттерін орындауы тиіс уақыт кезеңі болып табылады. Яғни басқаша айтқанда, жұмыс уақыты дегеніміз жұмыс берушінің бақылауында болатын еңбек қызметін жүзеге асыруға арналған уақыт болып табылады. Жұмыс уақытына тек нақты жұмыс істеген уақыт қана емес, сондай-ақ жұмыс берушінің тапсырмасы бойынша жұмыстан қол үзіп, бірақ жұмыс күнінің ішінде орындалатын әрекеттер де кіреді. Мысалы, нұсқаулық өту, өндірістік жиналыстарға қатысу, арнайы киім киюге жұмсалатын уақыт және тағы басқаларда жатқызуға болады. Жұмыс уақытының құқықтық маңызын түсіну үшін оның негізгі белгілерін айқындап алайық. Бірінші, жұмыскердің еңбек міндеттерін орындау уақыты. Яғни, жұмыс уақытында жұмыскер еңбек шарты немесе лауазымдық нұсқаулықпен бекітілген міндеттерін атқарады. Мысалы, оқытушының сабақ өткізуі, дәрігердің пациент қабылдауы, жүргізушінің көлік басқаруы, тағы да осы сияқты жұмыс уақытына жататын барлық уақыттар кіреді. Екінші, жұмыс берушінің билігінде және бақылауында болуы. Яғни, қызметкер жұмыс уақытында жұмыс берушінің ұйымдастыру өкімдік ықпалында болады. Яғни, орналасатын жері, атқаратын міндеттері және тәртіп ережелері жұмыс берушімен реттеледі. Үшінші, қызметкердің жұмыс орнында немесе жұмыс беруші көрсеткен жерде болуы. Жұмыс уақытында қызметкер еңбек процесін жүзеге асыратын жерде болуы тиіс. Қазіргі заманда, бұл заман талабына сай, бұл тек дәстүрлі жұмыс орны ғана емес, қашықтықтан жұмыс істеу кезеңіндегі онлайн кеңістікте де болуы мүмкін. Төртіншіден, еңбекке ақы төленетін уақыт болуы. Яғни, жұмыскер жұмыс уақытында атқарған еңбегі үшін жалақы алады. Сондықтан жұмыс уақыты еңбекке ақы төлеудің негізі болып табылады. Еңбек заңнамасына жұмыс уақытын бірнеше түрге бөлуге болады. Олардың әрқайсысы еңбек процесін тиімді ұйымдастыруға көмектеседі. Бірінші, қалыпты жұмыс уақыты. Яғни, заңнамаға сәйкес қалыпты жұмыс уақыты аптасына 40 сағаттан аспауы тиіс. Бұл норма жұмыскердің еңбекке қабілеттілігін сақтау мен денсаулығын қорғауға бағытталған. Қалыпты жұмыс уақыты әдетте 5 күндік жұмыс аптасында күніне 8 сағаттан, ал 6 күндік жұмыс аптасында күніне 7 сағаттан аспайтын мөлшерде белгіленеді. Екінші, кейбір санаттағы жұмыскерлер үшін жұмыс уақыты
қысқартылған түрде белгіленеді. Бұл әлеуметтік қорғау мақсатында енгізілген. Яғни қысқартылған жұмыс уақыты 18 жасқа толмаған жұмыскерлерге, олар жасөспірімдер. Келесі, зиянды және қауіпті еңбек жағдайында жұмыс істейтіндерге. Келесі, ерекше еңбек жағдайлары бар қызметкерлерге, яғни мүгедектігі бар тұлғаларға қолданылады. Қысқартылған жұмыс уақыты кезінде еңбек ақы толық көлемде төленеді. Үшінші, толық емес жұмыс уақыты. Бұл жұмыс беруші мен жұмыскердің келісімі бойынша белгіленетін жұмыс уақыты. Ол толық емес жұмыс күні, толық емес жұмыс аптасы, немесе олардың үйлесімі түрінде болуы мүмкін. Толық емес жұмыс уақыты көбінесе жүкті әйелдерге, кәмелетке толмаған балалары бар ата-аналарға, оқумен қатар жұмыс істейтін тұлғаларға және қашықтықтан жұмыс істейтіндерге қолданылады. Бұл жағдайда еңбекақы нақты істелген уақытқа немесе орындалған жұмыс көлеміне қарай төленеді. Төртінші, түнгі уақыт. Яғни түнгі уақыт деп сағат 22:00-ден 6:00-ге дейінгі уақытты айтуға болады. Түнгі уақыттағы жұмысқа барлық жұмыскерлер тартыла бермейді. Түнгі жұмысқа жүкті әйелдер, 18 жасқа толмаған тұлғалар, медициналық қарсы көрсетілімі бар жұмыскерлер жіберілмейді. Түнгі жұмыс үшін еңбекақы жоғарылатылған мөлшерде төленеді. Бесінші, вахталық әдіспен жұмыс. Яғни, жұмыскер вахта мерзімі ішінде жұмыс орнында тұрып жұмыс атқарады. Бұл көбіне геологиялық, мұнай-газ, құрылыс салаларында кездеседі. Келесі, мерзімнен тыс жұмыс. Белгіленген жұмыс уақытының шегінен тыс орындалатын жұмысты айтуға болады. Мерзімнен тыс жұмыс тек ерекше жағдайларда жұмыскердің келісімімен заңда белгіленген шектеулерді сақтай отырып жүзеге асырылады. Ол үшін еңбекақы көлемінде 1,5 есе немесе 2 есе мөлшерде төленеді, немесе қосымша демалыс берілуі мүмкін. Икемді жұмыс уақыты. Жұмыскер жұмыс уақытының басы мен аяқталуын белгілі бір шекте өз бетінше белгілей алады. Бірақ жалпы белгіленген күндік немесе апталық норманы орындауы тиіс. Бұл режим қазіргі таңда кең таралған. Енді демалыс уақытына өтейік. Демалыс уақыты бұл қызметкердің еңбек міндеттерін орындаудан босатылып, еркін уақыт пайдалануына арналған кезең болып табылады. Демалыс уақыты жұмыскердің күш қуатын қалпына келтірілуіне, денсаулығын нығайтуына, отбасылық және жеке қажеттіліктерін қанағаттандыруына мүмкіндік береді. Демалыс уақытының түрлері. Бірінші, үзілістер. Яғни күнделікті жұмыс күнінің ішіндегі тынығуға, тамақтануға арналған үзілістер. Бұл үзілістер жұмыс уақытына кірмеуі мүмкін, бірақ кей жағдайларда жұмыс берушінің шешімімен кіретін де жағдайлар бар. Екінші, күнделікті демалыс. Бұл жұмыс ауысымдары арасындағы кемінде 12 сағаттық демалыс уақыты болып табылады. Үшінші, апталық демалыс күндері. Әдетте бұл сенбі және жексенбі күндері болып табылады. Еңбек заңнамасына аптасына кем дегенде 42 сағат үздіксіз демалысты қамтамасыз етуді міндеттейді. Келесі, төртінші, мерекелік күндер. Мемлекеттік мерекелерде жұмыскерлер жұмыс істемейді. Егер жұмыс істеуге тура келсе, 2 еселенген еңбекақы төленеді. Бесінші, жыл сайынғы ақы төленетін демалыс. Бұл жұмыскердің міндетті түрдегі жыл сайынғы демалысы. Ең төменгі ұзақтығы 24 күн тізбелік күн. Яғни, жұмыс жағдайының ерекшелігіне қарай ұзартылған немесе қосымша ақылы
демалыстар да берілуі мүмкін. Жұмыс уақыты мен демалыс уақытының тепе-теңдігі қызметкердің еңбек нәтижелілігіне, денсаулығына және эмоционалды жағдайына тікелей әсер етеді. Тиімді ұйымдастырылған жұмыс процесі жұмыскердің шаршауын азайтады, өндірістік жарақаттардың алдын алады, кәсіби күйзелістің алдын алады, еңбек өнімділігін арттырады, жұмыс берушінің беделін көтереді, және сондықтан бұл жұмыс беруші үшін де, қызметкер үшін де жұмыс және демалыс уақытын заң талаптарына сәйкес жоспарлау өте маңызды. Қорытындылай келе, жұмыс уақыты мен демалыс уақыты еңбек құқығындағы негізгі түсініктердің бірі болып табылады. Жұмыс уақыты қызметкердің еңбек міндеттерін орындауға арналған уақыты болса, демалыс уақыты оның еңбек қабілетін қалпына келтіруге мүмкіндік беретін кезең болып табылады. Жұмыс уақытының нақты белгіленуі, оның түрлері мен ұзақтығы, жұмыскердің құқықтарын қорғауға, еңбектің қауіпсіздігі мен тиімділігін қамтамасыз етуге бағытталады. Ал демалыс уақыты қызметкердің денсаулығы мен мотивациясының басты кепілі болып табылады. Сондықтан әрбір жұмыскер мен жұмыс беруші жұмыс уақыты мен демалыс уақытына қатысты заң талаптарын білуі және сақтауы тиіс. Назарларыңызға рахмет.